Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, қолдау көрсетіп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып отырыңыздар. Қолдауларыңызды күтемін. Мен өзім үнемі жасайтын осындай бургердің булочкасының рецептісімен бөліскім келеді сіздермен. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, өте дәмді, керемет шығатын булочка. Ол үшін осындай мен жылы су аламын және жылы сүт аламын. Барлық құрамын мен описание қалдыратын боламын. Құрамының көлемдерін және дрожжымды салып, қант саламын. 1 жұмыртқа және сондай-ақ ертілген сармайымды құйдым. Және де мен бұл булочкаға құрғақ кәдімгі сухой молоко саламын. Менде дүкенде осы крима болды. Сіздер қолдарыңызда барын сала беріңіздер. Нағыз құрғақ сүт болмаған жағдайда сливки құйып жіберсеңіздер де болады, 33%. Енді бәрін араластырып алдым да үстіне ұнымды салып жақсылап тұрып қамыр иледім. Міне қамырымды иледім. Қазір бетін пищевой пленкамен жабамын да мен жылы жерге 30-40 минутқа қойып қоямын. Сіздер көтерілгеніне қарайсыздар. Менде 35 минутта көтерілді тесті. Міне көтерілді. Осындай жақсы жұмсақ тесті шықты. Қазір мен оны өлшеп алып бөліктерге бөлетін боламын. Мен бір рет тағы да қолыммен қайтарып басып жібердім. Енді мен қазір тестімді өлшеп аламын. Маған 8 булочка шықса жарайды. Мен 115 граммнан бөлсем 8 штук шығады екен. Сондықтан 115 граммнан бөлдім. Егер сіздерде бургердің булочкасының өте үлкенірек болғанын қаласаңыздар, көбірек граммын көбейтіп бөлсеңіздер болады. Маған шағында осындай бір адам тойып қалатындай шағын булочкалар ұнайды. Сондықтан 115 граммнан бөлдім. Оларды бәрін дөңгелек формаға келтіріп, домалатып алып, кішкене қойып қойдым 10-15 минуттай. Құттай көтерілуін күттім. Противенге салып, осылай қойдым. Міне менің булочкаларым көтерілді. Мен бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасықтай сүт құйып, осылай араластырып жіберіп, бетін жағып шығамын. Және де әдемілігі үшін бетіне мен мак сеуіп шықтым. Сіздерде кунжут болса, кунжут сеуге болады, өздеріңіздің қалауларыңыз біледі. Міне менің пешімде 160 градуста 30 минутта пісті. Міне көтеріліп пісіп жатыр. Осылай әдемі болып шығады. Иісі қандай бір құрап тұрған, өте керемет болып шықты. Менің булочкаларым дайын. Енді бургер жасай берсек болады. Міне қараңыздар, қандай әп-әдемі, кәдімгі керемет булочка шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Мен көптеген рецепттерді сіздермен бөлісетін боламын. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.